Түймедақтың денсаулыққа пайдасы. Түймедақ яғни ромашка өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсер беретін эфир майы бар. Сонымен қатар өсімдіктің құрамындағы флавоноидтар бактерияларды жойып аурулардың асқынуына қарсы тұруға ықпал етеді және құрамындағы пайдалы май қышқылдары зат алмасуды реттеп тәбетті ашады. Ағзадағы зиянды токсиндер мен шлактарды бөліп шығарады. Осы секілді гүлдің пайдалы және зиянды тұстарымен танысқыңыз келсе, бізбен бірге болыңыз. Достар, видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің жасаған болмаш әрекеттеріңіз каналдың дамуына өз үлесін қосатын болады. Сондықтан қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруында, асқазан жарасы мен ас қорытылудың бұзылуында көп қолданады. Сонымен қатар оның тұнбасы мен тұмауды, баспаны емдеп жазуға болады және дене қызуын түсіретін қасиеті де бар. Түймедақ жүйке жүйені тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі. Ұйқыға жатыр алдында түймедақтан демделген бір шыны шайдың өзі шашауды басып, тыныш ұйықтауға ықпал етеді. Бұл өсімдік бүгінде косметикалық зат ретінде кеңінен қолданысқа ие. Ол бет терісінің қызаруын басып, ондағы бөртпелерді кетіруге және майлы беттердің тазалауға көмектесе алады. Түймедақ гүлдерінің тұнбасымен компресс жасау арқылы көздің шашауын басып, қызарғанын емдейді. Өсімдіктің шашымызға тигізер пайдасы көп. Мәселен, шашты тазалап сусабымен жуып болғаннан кейін гүлдің тұнбасымен шашыңызды шаятын болсаңыз, сусабының құрамындағы зиянды химиялық заттардың залалын ауыздықтап, шашты қатайтып әрі нәрлендіреді. Сонымен қатар шашқа табиғи жылтырлық сыйлап, жібектей жұмсақ етеді. Әсіресе майлы және қайызғағы көп шаштарға осы түймедақ тұнбасы көмектесе алады. Түймедақтан дайындалатын емдік шайлар. Тыныштандыратын шай. Бұл шайды дайындау үшін түймедақ гүлдерінің бір шай қасығын бір стақан қайнаған сумен араластыру керек. Бір сағат тұндырып қойып, ұйқы қашқанда немесе қатты шаршағанда бір шай қасық бал қосып, төсекке жатар алдында қабылдаса, түнгі ұйқыңыз тыныш, ал таңертең сергіп оянасыз. Жел айдайтын шай. Мұндай шайды дайындау үшін ең алдымен түймедақ гүлдерінің 6 бөлігімен шүйгін шөп, яғни валериан тамырының 4 бөлігін және зиреннің, яғни тиминнің 1 бөлігін алып жақсылап араластырасыз. Одан соң осы шөптердің қосындысынан бір ас қасық алып, үстіне бір стақан қайнаған су құйып, 20 минут тұндырып қою керек. Дайын шайды таңертең және кешке жарты стақаннан ішіп отыру керек. Қызыл иек қабынуына арналған тұнба. Мұндай дертке шайқорай, дала қырықбуыны, түймедақ гүлі мен қырмызы шөптерінен бір шай қасықтан алып, үстіне жарты литр су құю керек. Содан соң 30 минут тұндырып, қызыл иек қабынғанда күніне 5-6 рет осы тұнбамен шаюға болады. Баспаға, яғни ангинаға қарсы шай. Түймедақ гүлінің 3 бөлігі мен жөке ағашының 2 бөлігінен 20 грамм алып, оны бір стақан қайнаған суға демдейсіз. Содан соң 20 минут тұндырып, дайын тұнбамен тамақты күніне бірнеше рет шаю керек. Ал бүйрек ауырғанда түймедақтан дайындалған тұнбаны жылы күйінде күніне 3-4 рет жарты стақаннан қабылдауға болады. Сонымен қатар іш түйіліп ауырғанда тамаққа дейін бір ас қасықтан дәл осындай тұнбаны ішуге болады. Ескерту: басқа өсімдіктер секілді түймедақтың да пайдасымен қатар залал келтіретін тұстары бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдердің ішуіне мүлдем болмайды. Себебі бұл болашақ ананың ішіндегі нәрестенің дамуына кері әсер етуі мүмкін. Дегенмен, түймедақпен тұмау кезінде тамақ ауырғанда ингаляция жасау арқылы айығуға болады және тамақты шаюға да мүмкіндігі бар. Тек жүкті әйелдердің түймедақты ішке қабылдамаса болғаны.